Самоделкина қола жүлдегер атанды. Италияның Турин қаласында студенттер арасындағы қысқы универсиада жалғасып жатыр. Жарыстың кезекті күні мәнерлеп сырғанау бойынша медальдар жиынтығы сарапқа салынды. Бұл сында ел намысын София Самоделкина қорғаған болатын. Ол еркін бағдарламада 66-да 43 ұпай жинап, жалпы есепте үздік үштікті түйіндеді. Алтын жүлде жапониялық Рион Симиошиге, күміс жүлде тағы бір жапониялық Моне Чибаға бұйырды. Айта кету керек, София Самоделкина Ресейде дүниеге келген және былтыр ғана азаматтығын ауыстырып, біздің елдің атына өнер көрсетіп жүр. София мәнерлеп сырғанау бойынша универсиададан отандық спорт тарихындағы екінші медальді әкелді. Бұған дейін 2019 жылы Елизабет Тұрсынбаева күміс жүлде жеңіп алған болатын. Ал ерлер арасындағы бәсекеде жолымыз болмады. Ұлттық құрама мүшесі Михаил Шайдоров 4-ші орынға тұрақтап, жүлдеге сәл ғана жетпей тоқтады. Жалпы есепте 8-ші орындамыз. Италияның Турин қаласында студенттер арасындағы дүниежүзілік доданың аяқталуы жақын. Қазақстан құрамасы бүгінге дейін 11 медаль жеңіп алды. 11-ші медальді жоғарыда айтқан мәнерлеп сырғанаушы София Самоделкина жеңіп алды. Бұған қоса қоржынымызда 3 алтын бар. Атап айтқанда, фристайл шебері Анастасия Городко 2 мәрте ең үздік нәтиже тіркеп, дүниежүзілік доданың 2 дүркін чемпион атанды. Ал биатлоннан ерлер арасында 10 шақырымдық бәсекеде қазақстандық Никита Акимов топ жарды. Міне осы және өзге де жетістіктеріміздің арқасында жалпы командалық есепте 8-ші сатыға жайғастық. Бірінші сатыда 17 алтын жеңіп алған Франция құрамасы тұр. Үздік үштікке Германия мен Финляндия құрамалары кірді. Турин қаласындағы байрақты бәсеке 24-ші қаңтарға дейін жалғасады. Азия ойындарына тас түйін дайынбыз. Бұл жөнінде спортқа жауапты министр Ербол Мырзабосынов мәлімдеді. Бірер аптадан кейін Қытайдың Харбин қаласында қысқы Азия ойындары басталады. Бұл ересек спортшылар арасындағы кешенді жарыс және алдағы олимпиадаға негізгі дайындық саналады. Байрақты бәсекеге бас аяғы 138 спортшымыз қатысады. Ел намысын қорғайтын қыз-жігіттер қазір қызу дайындалып жатыр. Азия ойындарының ашылу салтанаты 7-ші ақпанға жоспарланған және онда көк туымызды ұстап шығатын спортшылар есімі жарияланды. Бұл құрмет хоккейден ұлттық құрама мүшесі Әділ Бекетаев пен шорт-тректен ұлттық құрама өкілі Ольга Тихоноваға бұйырды. Кешенді жарыс қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте алдыңғы бестікке кіруді көздеп отыр. Айта кетейік, Харбиндегі Азия ойындарының өзі 7-ші ақпанда басталып, 14-ші ақпанға дейін жалғасады. Қысқы Азия ойындарына бүгінгі 138 спортшы аттанып бара жатыр. 50-ге жуық маман бара жатыр. Әлемнің осы Азияның мықты беделді командалары сол жерде қатысады. Сондықтан бізде де жоспарымыз айқын. Әр қысқы спорт түрінен әлемдік додаларда мына шаңғымен жүгіру, биатлон, конькимен жүгіру, шорт-тректен жақсы нәтижелеріміз бар. Сол сенім артамыз, бүгінгі күні ұлттық құрама дайын. Ауыр атлетикадан лицензиялық турнирді қабылдауымыз мүмкін. Яғни Лос-Анджелес олимпиадасы алдындағы негізгі іріктеу бәсекесі Қазақстанда ұйымдастырылмақ. Бұл жөнінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Халықаралық ауыр атлетика федерациясының президенті Мұхаммед Джалул Әл-Шамари және Азия ауыр атлетика федерациясының президенті Мұхаммед Юсуф Әл-Мананың кездесуі барысында белгілі болды. Президент елімізде спорттың осы түрі ерекше маңызға ие екенін атап өтті. Бүгінде 20 мыңнан аса отандасымыз ауыр атлетикамен жүйелі түрде айналысады. Былтыр Бахрейнде өткен әлем чемпионатында ұзақ үзілістен кейін қайтадан қазақстандық спортшылар топ жара бастады. Атап айтқанда Нұрғиса Әділетұлы мен Артем Андропов чемпион атанды. Бұған қоса Қазақстанның жастар мен жасөспірімдер құрамасы Азия чемпионатының жалпы есебінде 1-ші орынға шықты. Қамшыбек спорттық мансабын аяқтады. Бокстан ұлттық құраманың бұрынғы капитаны Токио олимпиадасының қола жүлдегері Қамшыбек Қоңқабаев үлкен спортпен қош айтысты. Бұл жөнінде Қазақстан командасының бас бапкері Қайрат Сәтжанов мәлімдеді. Айта кетейік, Қамшыбек соңғы рет былтыр Париж олимпиадасында шаршы алаңға шықты. Өкінішке орай жазғы ойындарда жеңіс тұғырына көтеріле алмады. Одан кейін ешқандай жарысқа қатыспады. Қазір оның орнына, яғни аса ауыр салмақта Айбек Оралбай ел намысын қорғап жүр. Қамшыбек Қоңқабаев Токио олимпиадасында қола жүлдегер атанған болатын. Бұған қоса 2 рет әлем чемпионатының күміс жүлдегері болды. Сонымен қатар Азия чемпионатында да 3 мәрте күміс медаль жеңіп алды. Әріптестер, менде бар ақпараттар әзірге осындай. Сөз кезегі өздеріңізде.